Үкіліп үмітімен шығарса да жоқ, бірақ адам борышын ақтағаным. Өмірдің ашылады базар әлі, қазақтың жырғауады назар әлі. Өздеріңді ақындар бой көтерсе қояды таң алдында қораз әні. Өздеріңді ақындар бой көтерсе қояды. Тамаш. Қытай Халық Республикасының Іле Қазақ автономиялы облысы Күнес ауданында дүниеге келдім. Қазақстанға 2014 жылы 18 жасында осылай қартай көштің басын бұрдық. Оған себепкер болған мен осы өнерге қызығушылығым, өнердің ішінде осы біздің ақсүйек өнеріміз деп жүрген айтысқа деген махаббатымыз жетілеп алып келді десем қателеспеймін. Өйткені 2004 жылы осы Қазақстан Республикасының мықты айтыскерлері Оразәлі дос болсын, Айнұр Тұрсынбаева қатарлы ақындар Қытайға барып өнер сапарында болып, сол жақтағы ақындармен жаңағы өнер алмастыру болады. Ол кезде мен жаңағы 3-ші сынып, 2-ші сынып оқып жүрген кездерім үйде менің әкем осы айтыс десе шерасын жерге қоятын сондай бір осы өнердің айтыстың жанашыры деп айтсам қателеспеймін. Сол жаңағы айтыс алып келіп алып үйде тыңдайды. Біз сөйлесек жаңағындай айтысты тыңдатпай қойдың деп ұрысып тиіп жаңағы сол кісінің айтыс тыңдап отырған бізде де ойнап жүрсек те үйдің ішінде ары бері жүріп жүрсек те жаңа қалыптасып келе жатқан бала болғандықтан санамызға бірден жаттап ала қоямыз ғой кез келген нәрселер. Оразәлінің айтыстарын жатқа соғатын болдық. Бірге өтір нүктесіне дейін қалдырмай, бірге айтып қоса жарысып, сол Оразәлінің мақамын да жаттап алып, содан кішкене домбыраға салып, менде де 2010 жылы ең алғаш рет айтыстым. Содан бастап осы Қазақстанға келсем, сол жаңағы оразәлердің жолыменен олардың сусындаған бастауынан бізде де осы жақтан келіп, жаңағындай өнерімізді дамытсақ армен қартай деп 2014 жылы 10 қазаннан бастап осы Қазақстанға қартай келдім. Әрбір келген адаммен бірге қазақтың байырғы мәдениетінің бір бөлшегі келді. Мысалы үшін Мизан Жұмәлі бауырымызбен бірге сондай бір қазақтың қара сөзінің мәйегі бар, өнерінің ұшқыны бар мәдениеттің бір бөлшегі келді деп есептеймін. Мизанмен ең алғаш оқу орнында кездескенбіз. Ол кезде студент қой. Ағалық ақылымызды, кеңесімізді айттық. Және айтыс сахнасында кездесіп жүргеннен кейін міндетті түрде ол жерде кейде қарсылас болып қалған сәттеріміз болды. Мизан екеуміз бір 2 мәрте айтысқан кезіміз де болды. Сол кезде барынша тәжірибемізбен бөлісуге тырыстық. Мысалы үшін маған бұл өңірде өмір сүру жалпы өте жеңіл. Өйткені мен орыс тілін де білемін, қазақ тілін де жетік білемін. Сондықтан маған суда жүрген балықтай жүре беремін. Ал бірінші кезекте сырттан келген қандастарымызды осы қоғамдық ортаға бейімдей отырып, осы қоғамдық ортаны өзгерту керекпіз. Бейімдеу дегеніміз міндетті түрде енді орыс тілінен немесе осындағы саяси көзқарастардың өзгешелігінен бәрібір ол кісілер қиыншылық табады. Осы Қазақстанға келген кезде енді бірден осы Павлодарға топ ете қалдық. Енді жаңағындай оңтүстік өңірлерді көбінде қазақылықтың ортасы деп жатады. Енді осы жаққа келуіміздің өзі жаңағындай бір үлкен тәуекелдік болды. Өйткені осы жақта досым бар еді, соған қара тартып келгем. Осы жаққа келгеннен кейін қалай болады деп тілі мәселесі бойынша қиналам ба деп алаңдаушылық болған басында. Бірақ келгеннен кейін осындай бір қазақылықтың ортасы бар екенін, ілкі бастауының бір қазақылықпен сусындаған шын мәнінде ортаның бөлек екенін сезгеннен кейін мен өзімді осы жерде емін еркін сезініп, осы жақта керінше бауыр басып, осы жақта қалып қойдым. Керінше жаңағы бір жыл тұрып, біреулер Алматыға кетеді, бүйтеді, сөйтеді деген сияқты ойлар болып жатады. Мен осы ортаға керісінше бауыр басып қалдым. Аты Павлодар болған мен керісінше қазақыланған, таза қазақылықтың қаймағы бүлінбеген орта екеніне көзім жетеді. Біздің мемлекетіміздің саясаты
тағдырдың талайымен шетке кеткен қандастарды осы тарихи отанына жинау ғой. Соған байланысты көптеген бағдарламалар шығып жатыр. Енді ұлы дала ел деп те мақтанып жатамыз. Түгел түркінің ордасы Түркістан, Тұран еліміз деп жатамыз ғой. Міне, осы орайда шетке кеткен қандастарымыздың өзінің отанына келген керемет. Мына енді Павлодарға келе қалып, жаңағы таксимен келе жатыр, көзіміз екі жақты тінте қарап, жаңа келген қалада не бар екен, нені көреміз деп келе жатқан кезде алдымыздан трамвай өте шықты ғой. Трамвайды көрдік те, о деп, мен бұрын көрмеген екен, таң қалдым. Жаңағы қаланың өзгешелігі осы трамвай екен ғой деп. Одан кейін жаңағы келе жатсақ, бізге жаңағы көзімізге оттай басылған тағы да Машқұр Жүсіп атамыздың атындағы орталық мешіт болды. Өйткені қаланың көркін асырып тұрған сондай бір сәулетті, керемет орталық мешіттің сұлулығының өзі адамды тартады. Соған қызықтық, және өз қаланың өзінің орналасу да өте әдемі. Қарт ертістің жағасына орналасқан. Былай шыға қалсаң, жаңағы ертістің жағасына барасың. Біздің өңірімізге келіп, сол өңірде өзін ақын ретінде, қазіргі кезде мұғалім, ұстаз ретінде танып келе жатыр. Өзі тұлғаланып, қалыптасып келе жатқан жалынды жастардың бірі деп айтуға болады. Өзімнің елім, өзімнің жерім деп келген кезде құшақ жая қарсы алды. Осы уақытқа дейін жаңағы өнерімнің дамуына да, өзімдік дамуыма да осы орталардың қатты әсері болды осы жаққа келген. Енді шетте қалған барлық қазақтарға айтарым, осы ата жұртына қаратай көш бұруын, осы жаққа қаратай келіп, мынау ұлан байтақ кең далаға жаңағы келіп жайғасуын қалаймын да. Өйткені біз әлем бойынша 9-шы орынды иелейтін сондай бір алпауыт алып елде тұрмыз деп айтсақ болады. Өйткені қанша жүздеген мемлекеттер бар, бірақ соның ішінде біз әлем бойынша, жер көлемі бойынша 9-шы орынды иелейміз. Осы кең байтақ жерге қазақтың кеңінен таралуын, осында келіп өсіп өніп, еліміздің жаңағы туын шашпауын көтеретін жаңағы ұрпақтардың осында туып, осында өсуін, осы Қазақстанның дамуына үлес қосуын шын жүректен қалаймын. Сыртта қалған қандастарыма, дос жарандарыма алаңсыз келіп елінде сайран салып, алқып шалқып күн көруіне мен жаңағыдай тілектеспін. Барлығын сағына құшақ жая қарсы алатын едім. Арғасан көңіліңнің өрін алған, жақсының ілтипатын тегін алған, қазақтай өз ұлтымды мақтан етем, аузынан арыстанның жемін алған.